Сәлем оқушылар, сіздермен Тұрарбек ағай. Жалпы биыл емтиханда келетін қазір топ есептерді талдайтын боламыз. Жақсылап мұқият тыңдап, есептердің барлығын түсініп алуға тырысыңыздар. Мысалы, мынау құпия сөздер деген тақырыпқа байланысты берілген есептер. Жалпы білесіздер ғой, биыл емтиханында Ньютон емтиханның разницасы осындай логикалық есептер өте көп келді, әсіресе осы фигураға байланысты. Мысалға, мынау есепте былай деп берілген бізде жалпы ақпаратта. Анау біздегі фигуралар мына жердегі қатардағы сандармен сәйкес келеді. Мен білмеймін, бірінші қатардағы фигура қай қатардағы сандармен сәйкес келеді. Біз осының бәрін анықтаймыз. Сіздерге қазір мынандай әдісін ұсынайын. Бірінші қатардағы фигуралар бірінші қатардағы сандармен, екінші қатар, үшінші қатар. Ол барлығы осы тұрған сандармен сәйкес келеді. Сол үшін біз мынандай фишканы қолданамыз. Бірінші қатарда тұрған бізде қайталанып тұрған фигуралар төрт бұрышты боялмаған және үш бұрышты боялған. Ерекше болып тұрған төрт бұрышты боялған екен. И сандармен қараймыз. Қайталанып тұрған сандар бізде 1 мен 1, 2 мен 2, бізде қайталанбай тұрған ол 4. Демек, мына төрт бұрышты боялған деген ол бізге 4-ке тең. Мына жерде 4-ке тең, мына жерде 4-ке тең. Не үшін? Өйткені бірдей фигуралар бірдей сандармен сәйкес келеді. Енді қараңыздар, 4-пен басылатын бізде сан тек қана 415 қана ғой. Демек, мынау қатар бізде 415 деген сөз. Басқа төрт бұрышы жоқ қой боялған бізде қайталанатын. Енді, значит, мына жерде төрт бұрышты боялмаған, ол бізге 1-ге тең, мына жерде 1-ге тең. Дөңгелек боялған бізде 5-ке, мына жерде 5-ке, мына жерде 5-ке тең. Так, мына жерде қай қатарды бірден анықтасақ болады? Вот, мына үшінші қатарда фигураны бірден анықтасақ болады. 51 деген. 51 деген санмен аяқталатын бізде қатардағы сан бар ма? Вот, мына жерде бар екен 51 деген. Значит, бірінші орында тұрған фигура бізде 2-ке тең екен, мына 2. Үш бұрыш деген бізде 2-ке тең. Мына жерде 2-ке тең. Ол мына 5-ші қатарда тұрған фигура, значит, бізде 2-мен басалып 5-пен аяқталатын ол. Так. Вот 235. Демек, мынау дөңгелек боялмаған бізде 3-ке тең. Демек, мынау 235 деген сан екен. Так, есеп түсінікті ме сіздерге? Давайте осыған байланысты тағы бір есеп талдап көрейік. Так, мына жердегі мынау әріппен берілген екен бұл, әріппен берілген біздегі құпия сөздер мына жақтағы қай қатардағы сандармен сәйкес келеді екен. Так, давайте тур жаңа тәсілмен бірінші қатардағы әріптер бізде бірінші қатардағы сандармен сәйкес келеді. Қайталанып тұрған бізде к мен к, п мен п, ерекше болып тұрған р деген. Мына жақта 1 мен 1, 3 пен 3, ерекше болып тұрған 2. Значит, мынау қатар 2617 деген сөз. Өйткені 2617-тен 2-ден басалатын басқа қатар жоқ қой. R деген, значит, 2-ке тең. R қай жерде бар? Вот, мына жерде 2-ке тең. Так, басқа жоқ екен. Енді бізде E деген 6-ға тең екен. E деген 6-ға тең. E деген 6-ға тең, мына жерде и мына 6-ға тең. К деген бізде 1-ге тең. К 1-ге тең, К 1-ге тең. А деген бізге 7-ге тең. А 7, 7, 7. Бізге білесіздер, купе деген анықтауымыз керек. Енді жауабын бірден тауып тұрық негізінде. Қарасаңыздар, мына жерде бірінші қатарда бізде КК деген 1-1-ге тең болатын болса, бірінші қатарда қайталанған бізде 3-3 деген бар. Солай ма? КК деген 1-1 болды бізде, R деген бізде 2 болды, значит, 3 деген қалып кетті ол. Бізде ол ПП деген сөз. ПП. Енді қарасаңыздар, купе дегенде 1 анықталды, К деген 3 анықталды, 6 анықталды. Енді U деген қаншаға тең? Қарасаңыздар, жауап арқылы анықтауға болады. 1-мен басалып 36-мен аяқталатын бізде қатар, мына қатар, үшінші қатардағы сандар екен. 536 деген. U деген бізде 5-ге тең. Енді бұның басқа да тәсілдерін қолдануға болады, жаңағыдай. Ряд-рядпен толық анықтасаңыздар болады, немесе мынандай қайталанып тұрған әр қатарда қайталанып тұрған әріптер арқылы анықтауға болады. Жалпы логикасы жеткен оқушылар үшін осындай тиімді әдісті қолдануға болады екен. Келесі. Жаңа логикалық амалдарға байланысты берілген есеп. Мынау төрт бұрышы боялып тұрған бұл тек қана үшін бұл бір не ғана ғой, бір символ ғана. Бұл ешқандай ерекшелік бір қосу, азайту, көбейту, бөлу деген ешқандай арифметика амалға тең емес, төрт бұрыш боялғанша. Бұл просто таңба. Біз оны былай қолданамыз. Таңба мен таңба сәйкес келеді ғой. Демек, x деген 2-ге тең, y деген 8-ге тең. Ол мына өрнекке апарып, сол сандарды қойып, мына 2 мен 8-дің шешімін табамыз болды. Міне 4 көбейту, x-дің орнына кімді қоямын? 2-ні қоямын. Азайту, y-дің орнына мен 8-ді қоямын, 8 бөлінген 2 қосылған 1. Міне осы өрнектің шешімін табамын. 4-ке 2-ні көбейтсем 8, азайту 4-ті 2-ге бөлсек, 8-ді 2-ге бөлсек 4, қосылған 1. Азайтсам 4, оған 1-ді қоссам 5. Демек, бұл есептің шешімі В вариант екен.
Так, түсінбесеңіздер, давайте тағы бір есеп талдап берейін сіздерге. Мына жерде қараңыздар. Мынау бізде 4 үшбұрышты 2 деген таңбаны анықтау керек қой, логика амалда. Бұл қай формаға сәйкес келеді? 1-ге ме, 2-ге ме? Енді ортасына үшбұрышты боялған, демек бізде бірінші қатардағы формаға сәйкес келіп тұрады. Демек мынаны соны орнына апарып қоямыз. Мына А деген бізде 4-ге тең. Мына үшбұрыш пен үшбұрыш сәйкес келіп тұр ғой. Б деген бізге 2-ге тең. Тең болады. А-ның орнына 4 қоямын. 4-тің квадраты 4 бұрышты, Б-ның орнына мен 2-ні қоямын. 2-ның квадраты. Ол неге тең болады? 4-тің квадраты 16, 4 бұрышты, 2-ның квадраты бізге 4-ге тең болады екен. Енді 16 4 бұрышты 4 деген қай формаға сәйкес келеді? Біздегі мынау тұрған екінші формаға сәйкес келеді. Демек, мынау А деген 16-ға тең, Б деген 4-ге тең. Мынау өрнекке апарып соны қойсақ, есептің шешімін табамыз. А деген 16, 16 қосылған Б деген 4 бөлінген 16 көбейту 4. 16-ға 4-ті қоссақ 20 болады. 16-ға 4 көбейтсек бізде 64 болады екен. Енді екеуінде қаншаға қысқартсақ болады? 4-ке қысқартсақ болады. 4-ке бөлсем 5 болады. 4-ке бөлсем 16. 16-тан 5 деген бізде Д вариантында екен. Жалпы биыл емтиханына дайындалып жатқан оқушы білет, есепте осындай 5 вариант келеді. Бар ғой бізде? Е варианты қосылған. Ал неше емтиханға дайындалғанда бізде А, Б, С, Д деген тек қана 4 қана вариант бар еді. Енді курсқа қатысқан бізде оқушыларымыздың барлығы бұндай есептердің тақырыптардың барлық есептерін шығарылады. Келесі, тұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін суретті анықтаңыз дейді. Мен осындай логикалық есептер өте көп қой биыл емтиханда. Мысалы қараңыздаршы, мынау тұрған біздегі фигураның заңдылығы мынадай ғой. Мына жерден мына былай қарап табамыз. Әрі қатардағы фигуралар жеке-жеке есептейміз. Мына жерде мынау тұрған біздегі сызығымыз мына сызықпен сәйкес келеді. Солай ғой, сол екі сызықты алып тастайтын болсақ, бізде қай жердегі сызықтар қалады? Екі сызықты біз алып тастайтын болсақ, біз мына сызық пен мына сызық қалады. Мүмкін мына сызық деген мына бірінші тұрған ұяшықтағы сызығымыз үстінде тұр, екінші ұяқта астында тұр. Сәйкес келетін біздегі фигураны алып тастаймыз да, сәйкес еместерді екеуін біріктіре саламыз. Енді екінші қатарға сәйкес келетін бірінші ұяшықта мына екі біздегі фигурамыз сәйкес келеді, сызығымыз. Демек, мынау қалып қалады. Мінекей ол бізде мынадай вариантқа тең болады екен. Енді үшін қараңызда, бірде анықтау өте оңай. Мына екі сызығымыз сәйкес келіп тұр бізде. Мына екі фигурамыз екі ұяшықта. Демек, қалып қалатын бізде мына бір бөлігі екен. Мына бір бөлігі бізде қалып қалады. Бұл бізде қай вариантқа тең? Бұл бізде әрине Б вариантына тең. Есеп түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Келесі. Суретте екі шаршы көрсетілген. В шаршының периметрі А шаршының периметрінен 20 сантиметрге артық. Екі шаршының периметрлерінің қосындысы 138 сантиметр екенін ескеріп, М-нің мәнін табыңыз дейді. Мынау қараңыздар, бізде В-ның периметрінен А-ның периметрін азайтатын болсақ, 20-ға тең болады екен. Өйткені периметрлерінің разницасы 20-ға тең деп жатыр. В деген бізде үлкен, А деген кіші фигурамыз бізде. Ал екінші, егер периметрлерінің қосындысы дейді, қосындысы бізге қаншаға тең болады дейді? 132-ге тең болады дейді ғой. Осы жерден бізде не анықтау керек? Мына бізде екінші фигураның қабырғасын анықтау керек. Кіші фигураның қабырғасын. Бұл жерде бұл есепті қалай талдаймыз? Негізі В-ны жоюымыз керек. Давайте А-ны жойып шығарсайық. Давайте мына екеуін қосайық. Білесіздер ғой, жүйеге байланысты есеп шығарылатын шығарсыздар. В-ға В-ны қосса 2В болады. А-ны қоссақ бізге жойылады. Тең болады 132-ге 20-ны қоссақ 152. Енді В-ның мәнін табу үшін 152-ні бізге 2-ге бөлеміз. Сол кезде 76 бола ма? Дұрыс, 76 сантиметр болады екен. Демек, мынау бізде В деген фигураның периметрі 76 сантиметр. Енді А деген фигураның периметрі қаншаны? В 76-ға тең болса, А деген 76-дан қаншаны азайтсам 20-ға тең болады? 56-ны азайтсам. Солай ғой, Демек, А деген фигураның периметрі 56 сантиметр деген сөз. Екеуін қоссам, 132 сантиметр шығады периметрлерін қоссам. Енді шаршы болғаны кейін білесіздер. Шаршының периметрі 56 сантиметр екен. Оның қабырғасын қай табамыз?
қабырғасын тау үшін периметрді 4-ке бөлеміз. Өйткені 4 қабырғасы бірдей ғой. Барлық қабырғасы бір-біріне тең болған екен. 56-ны 4-ке бөлсем, бір қабырғасының ұзындығы қаншаға тең болады? 56 бөлінген 4 бізде 14 сантиметр екен. Демек бір қабырғасы 14 сантиметр. Емнің мәнін анықтадық. Келесі тақтаға 4 арифметикалық мысал жазылған. Маржан бір қосу таңбасын, бір азайту таңбасын, бір көбейту таңбасын, бір бөлу және 4 тең таңбаларын өшірді дейді. Бірдей таңбалардың орнына бірдей әріптерді, әр түрлі таңбалардың орнына әр түрлі әріптерді жазды. С әріпінің орнына қандай таңба? Мына жерде қараңыздар да, былай бізде жалпы А, В, С, Д, Е деген 5 әріп берілген ғой. Осы әріптердің орнына біз таңбаларды қоямыз. Мен қандай таңбады? Қосу, азайту, көбейту, бөлу және тең деген. Именно бірдей әріптер бірдей таңбаларға сәйкес келу керек. Мысалға 3-тен 2-ні пайдаланып 6-ны шығару керек деген секілді. Мысалға 3-ке 2-ні көбейтсем 6 шығады ғой. Демек А деген бізде көбейту болатын болса, В деген бізде 6-ға тең. Енді барлық жерде В-ның орнына біз теңді қоюымыз керек. Барлық жерде В-ның орнына теңді қою керек. Барлық жерде А-ның орнына көбейтуді қоюымыз керек. Басқа жерде А қайталанбаған екен бізде. Келесі. Мына жерден 7 мен 2-ні пайдаланып 5-ті шығаруға бола ма екінші қатардан? Иә, С-ның орнына мен азайту қойсам болады ғой. 7-тен 2-ні азайтсам 5 шығады. Келесі, міне 8 бен 2-ні пайдаланып 4 шығарыла ма? Міне В деген теңге тең. Тең деген знакқа тең ғой. 8-ді 2-ке бөлсем 4 шығады. Демек Д деген бізде таңба бөлу екен. Мұнда В тең деген знакқа сәйкес келеді. Мен 5 бен 1-ді пайдаланып қалай 6-ны шығарамын? Қоссам болды. Мінекей әр түрлі әріптер әр түрлі таңба сәйкес келіп, бізде С деген әріп бізде азайту екен. Есептің шешімін таптық. Келесі, барлығын неше текше бар дейді. Бұның әдісін білетін шығарсыздар. Бұл есептің екі әдісі бар. Мен қазір екі есеп қойдым осыған байланысты. Давайте екеуін екі түрлі түсіндірейін сіздерге. Бірінші әдіс мынадай. Бірінші қатарда тұрған фигуралар бізге көрініп тұрған текше бар ғой мынандай. Бізге именно көрініп тұрған бетін анықтаймыз. Мына беттер ғой бізге көрініп тұрған жағы. Осы қанша беті көрініп тұрған этаж бойынша санаймын. Бірінші, екінші, үшінші этаж және төртінші этаж и бесінші этаж. Бізде жалпы 5 этаж бар екен. Этаж бойынша санаса біз қателеспейміз. Қараңыздар. Бізге көрініп тұрған бірінші этаждан мына жерде бізде 6-ауы бар. Осыдан қанша қатар бар? 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар, 5, 6 қатар бар. 6-6-ны көбейтем, мына жерде 6-ауынан 36 шығады. Мына жерде тағы да 2 жағы бар көрініп тұрған. Одан қанша қатар бар? 1, 2, 3, 4 қатар бар. 2-ке 4-ті көбейтсем, бізде 8 шығады. Демек, бірінші этажда 36-ға 8-ді қоссам, 44 шығады екен. Енді екінші этажды есептеймін. Екінші этажды. 1, 2, 3, 4. Мына жерде 4-еу бар. 4-еуден 6 қатар бар бізде. 1, 2, 3, 4. 5, 6 қатар бар. Бізде 24 болады. Және де мына жердегі екеуі көрініп тұрған жағы бар бізде. Ол бізде екеуден қанша көбейтемін? 4 қатар бар. 2-ке 4 көбейтсем 8 болады. Және мына жердегі тоже бізде екінші этажда мына жағы бізге көрініп тұр. Одан қанша қатар бар? 2 қатар бар. 2-2-ні көбейтсем бізде 4 болады. Енді осылардың бәрін қосам. 24-ке 8-ді 32, 32-ке 4, 36. Енді үшінші қатар. Үшінші қатардан бізде көрініп тұрған беті жағы бізде мына екеуі. Осы екеуінен 6 қатар бар. Бізде 12-ке тең болады. Мына екеуінен бізде 4 қатар бар. 2-ке 4-ті көбейтсем бізде 8-ге тең болады. Мына екі жағынан 2 қатар бар. 2-2-ні көбейтсем 4-ке тең болады. Осылардың бәрін қосындысы 24 екен. Келесі, 4-ші этаждан бізде мына екі жағыдан көрініп тұрған бізде 4 қатар бар. 1, 2, 3, 4 қатар бар. 2-ке 4 көбейтсем 8. Амал жоқ, осылай санап отырамыз. Мына екі қатардан екі жағынан 2 қатар бар. 2-2-ні көбейтсем 4-ші этаждан бізде сонда 4 барлығын қосындысы 12-ке тең болады екен. Ең соңғы 5-ші этаж қалды. 5-ші этаждан көрініп тұрған жағы бізде екеу. Яғни 2-ге көбейтемін. Бізге қанша қатар бар? Осы екеуінен 2 қатар бар. 2-2-ні көбейтетін болсам бізге 4 болады екен. Осылар бәрін қосындысын табамын. 44-ке 36-ны қоссам 80. 80-ге 24. 104. 104-ке 12-ні қоссам бізде қанша болады?
116, оған 4 қоссам бізде 120 екен. Демек бізде осындай мынадай бізде кіші текшелерден кубтан бізде қанша бар екен? 120 штук бар екен. Бұны бізде осылай этаж бойынша санасаңыз болады, немесе былай ряд бойынша санасаңыз болады. Давайте екінші есепті осы рядпен көрсетейін, қатар бойынша. Мынаға қараңыздар, мына екінші текшеге екінші әдіс ұсынамын сіздерге. Мына бізде мынандай текшенің төбесі, крышасы дейді ғой, төбесі жағы көрініп тұрған этаж бойынша қарайықшы. Этаж бойынша мынау бізде бірінші, екінші этаж, мынау 3, 4, 5 этаж екен. Тоже 5 этаж. Қараңыздар, төбесі, крышасы көрініп тұрған бірінші этаждан қанша текше бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Бірінші этаждан 11. Ол бізге 11-ге тең болады. Енді екінші этаждан нешеу бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Крышасы көрініп тұрған бізде жетеу. 2-ге 7-ні көбейтсем 14 екен. Үшінші этаждан крышасы көрініп тұрған бізде текшелер біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Не үшін бұлай көбейтіп жатырмын білесің, өйткені оның астында да текшелер бар ғой. Соны бізге көрініп тұрған бетін алып жатқан жоқпын да, мен төбесінен санап жатырмын. Сол үшін әр этажды осылай төбесі, крышасы көрініп тұрған текшелердің санына көбейте саламыз. 3-ге 8 көбейтсем бізге 24 болады екен. Келесі 4-ші этаждан төбесі көрініп тұрған бізге фигуралар 1 текше, 2, 3, 4, 5 екен. 4-ге 5 көбейтсем бізге 20-ға тең болады. Соңғы 5-ші этаждан бізде біреу бар, ол бізде 5-ге тең болады. Давайте осыны бәрін қосындысы. Мына екеуін қоссам 25. Мына екеуін қоссам 25, екеуін қосса 50, 50-ге 24-ті қоссам бізде 74 текше шығады екен. Так, есеп түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Екі әдістің қайсысы тиімді, сіздерге сол әдіспен шығара берсеңіздер болады. Келесі, мынау таразыға байланысты. Былтыр емтиханда бізге оқушыларымызға келген. Мысалы, қараңыздар, мына жерде 2-3 бұрыш 3 дөңгелекке тең болады екен. Мына жерде екі тараз, екі жақ тең болып тұр ғой. Бізде мына жақ қандай сұрақ қойған? Бізде сұрақ қойған 5 дөңгелек қандай фигураларға тең болатынын табу керек. Енді бұл есепті шамалы логика келіп қараңыздар. Мысалға 2-3 бұрыш 3 дөңгелекке сәйкес келсе, ал 4 үшбұрыш қанша дөңгелекке сәйкес келеді? 4 үшбұрыш демек бізде 1, 2, 3-ына 2, 3-еуіне сәйкес келеді, тағы 2, тағы 3-еуіне сәйкес келеді. Солай ма? Енді қараңыздар, екі жақтан бір дөңгелекті өшірсем болады, өйткені бірдей фигуралар ғой. Демек бізде 5 дөңгелек қалады екен. 5 дөңгелек ол неге тең болады? Бір шаршыға, бір төртбұрышқа тең болады екен. Бұл бізде қандай вариантта? Бұл бізде С вариантында. Так, екінші есепте давайте. Осы таразыға байланысты бізде не берілген? 2 төртбұрыш, 1 үшбұрыш 3 дөңгелекке сәйкес келеді. 2 үшбұрыш бізде 3 дөңгелекке және 1 төртбұрыш және 1 үшбұрыш қандай фигураға сәйкес келеді дейді. Так, бұл есепті қалай талдаймыз? Қараңыздар, мынау екеуі, екі жақта да бізде 3 дөңгелекте берілген екен. Демек, мынау таразының оң жағы тең болатын болса, демек сол жақтары да тең болады ол бізге. Өйткені екеуі де 3 дөңгелектен болады. Демек бізде мынау 2 төртбұрышты 1 үшбұрыш бізде тең болады, 2 үшбұрышқа тең болады. Осы жерден 1 үшбұрыштан өшіретін болса, демек 2 төртбұрыш ол бізге 1 үшбұрышқа сәйкес келеді деген сөз ғой. 2 төртбұрыш 1 үшбұрышқа сәйкес келеді. Енді мына жақтан қараңыздар, бізге не сұрақ қойған? 1 төртбұрыш 1 үшбұрыш неге сәйкес келеді? Ол бізге екі вариант бар, есеп талдайтын. Ол бізде мына төртбұрыштың өзін саламын да, бізде 1 үшбұрышымыз 2 төртбұрышқа сәйкес келеді. Демек бізде мына 1 төртбұрыш 1 үшбұрыш 3 төртбұрышқа сәйкес келеді. Бұл бізде Д варианты екен. Міне есептің шешімі шықты осымен. Так, жалпы есепте сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Если осыған байланысты түсінбей жатқан есептеріңіз бар болатын болса, астына комментарийға жазыңыздар, сұраңыздар. Мен осы жерде WhatsApp нөмірді қалдырамын, сол жақтан сұрап отырсаңыздар, мен осындай есептеріңізді жалпы слайд қылып жасап, видео қылып, осы YouTube каналға, TikTokқа, Instagramға салып отыратын боламын. Так, келесі бізде мынау фигуралының ауданына байланысты табатын есептеріміз. Суретте айтады ABCD және EFCN деген. ABCD деген үлкен шаршы екен ғой.
және EFCN деген шаршы берілген. Енді қараңыздар, ABCD шаршының ауданы табыңыз дейді. ABCD шаршының, EFCN деген шаршы. Так, шаршы деген білесіздер, барлық қабырғасы бізге тең фигура. Енді қараңыздар, оның бізге ауданы қанша екен? 64 сантиметр квадрат болса, оның қабырғалары қаншадан болады? Қабырғалар 8. 8-ге 8 бөлсең 64 шығады ғой. Енді біз мына бөлікте тапсақ болады мына жерде. Оның ауданы 4-ке тең екен, оның қабырғасы 2-ден. Солай ма? 2-2-ні бөлсек 4 шығады. Демек, мына бөлігі бізге 2-ке тең болса, мына бөлігі де 2-ке тең, мына бөлігі де 2-ке тең болады. Мына бөлігі бізге 2-ке тең болды. Мына үстіндегі бөлігі FC деген кесіндісі 8-ге тең, онда N деген де 8-ге тең болады, және де бізде мына бөлігі де 8-ге тең болады. Міне, үлкен шаршының сонда қабырғасын анықтады, 8-ге 2-ні қоссам 10 болады. Мына жақта да 10. 10-ға 10-ны көбейтетін болсам, сонда үлкен шаршының ауданы бізге 100 сантиметр квадратқа тең болады екен. Келесі, боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Так, мына фигураның есебін қалай қарастырсақ болады? Бізде бірден қап-қара боялып тұрған бөліктің ауданы табатын бізде формула жоқ. Өйткені бізде, яғни 4 бұрыш екенін көріп тұрсыздар ғой, мына 4 бұрышы бар. Мынадай 4 бұрышты есепті шығаратын бізде арнайы формула жоқ. Оны бізде былай талдасақ болады. Мына бөліктің ауданын тауып, мына аппақ екінші бөліктің ауданын тауып, және де мынау дәу фигуралардың ауданын тауып қосып, осына ақ бөліктерін қосып, соны азайтып тастасақ, қара бөліктің ауданын табады. Солай талдасақ болады. Немесе екінші қандай вариант бар? Давайте солай талдап көрейікші. 12-ке 12-ні көбейтетін болса, бізде қанша болады? Бізде бірінші шаршының ауданын табайық. 12-12 десе, бізде демек шаршы деген фигура болады. S тең 12-ке 12-ні көбейтетін болса, бізде 144. 144. Енді 144-тің бізге жартысы қаншаға тең? Жартысы мына бөлігі 72-ке тең. Енді астындағы бөлігі тоже 72. Бұл түсінікті ғой, үстіңгі бөлігі 72 екен, білдім, үстіндегі ақ бөлігі 72 екен. Келесі мына бізде екінші фигура. Екінші фигура былай бөлсек болады ғой бізде, былай бөлсек. Малай төртбұрышты қылып алатын болсақ, енді сөйтіп оны біз диагонал бойынша бөлетін болсақ, мына 2-ге бөлінеді. Мына астыңғы бөлігі, именно осы фигураның жартысы болып тұр, Енді қараңыздар, мына бізде 12-ке 8-ді қоссам, демек тік төртбұрыштың бізге ұзындығы шығады, ол бізге 20-ға тең болады. Ал ені 8-ге тең. Оны ауданын қалай табамын? 20-ға 8-ді көбейтемін. 160. Енді оны 2-ге бөлмеймін ба? Мына ақ бөлігін, боялмаған бөлігін ауданын табамын. 162-ге бөлсем, демек мына бөлігі 80. Болды, мынадан кейін есебіміз бізде шықты ғой. Так, қараңыздар, мына ақ бөлігі 80 болды, мына бөлігі бізде 72 болды жаңа. Енді екеуін қоссам, 72-ге 80-ді қоссам, осы боялмаған бөліктердің ауданы бізде 152 сантиметр квадрат болып тұр. Енді қараңыздар, енді жалпы екі шаршының ауданын жеке-жеке табамын да, содан 152-ні алып тастайтын болсам, мына бізде қара боялған бөлігінің ауданы қалады. Бұл есептің шешімі сонымен табылады. 12-ке 12-ні көбейтсек бізде бана 144 еді. Так, 8-ге 8-ді көбейтсек бізде 64 еді. Енді екеуінің қосындысы 208 сантиметр квадрат екен. Біз одан қаншаны азайтамыз? 152 сантиметр квадратты азайтатын болсам, бізде сонда 6, мына жақтан 5 қалады екен, 56 сантиметр квадрат. Бұл бізде қап-қара боялған бөліктің ауданы екен. Жалпы есеп сіздерге түсінікті деп ойдамын. Тағы бар ма бізде ары қарап? Фигураға байланысты тағы есебіміз бар екен. Міне тең қабырғалы үшбұрыштардан құралған жұлдызшаның периметрі 56 сантиметр болса, штрихталған дейді. Штрихталған бізде боялған фигураның периметрін табыңыз. Енді қараңыздаршы, мына бізде жұлдызшаға байланысты берілген ұқсайды ғой фигураның. Бұл бізде тең қабырғалы үшбұрыштардан құралған екен. Қабырғалардың бәрі тең бізге. Осы фигураның периметрін қалай табады, білесіздер ме? Мысалы, бір қабырға сағы болса, барлық қабырға саға тең да. Бұның периметрін табу үшін, барлығына сыртындағы бөліктер бар ғой, А деп тұр, сыртындағы бөліктердің қабырғаларын бәрін қосамыз. Енді соның бізге қосындысы 36 сантиметрге тең екен, 36 сантиметр. Біз оны бір қабырғасының ұзындығын анықтап аламыз керек қой. Осындай қабырға нешеу бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 қабырғасы бар екен. Демек біз 36 сантиметрді біз 12-ге бөлеміз. Сонда бір қабырғасы қаншадан? 3 сантиметрден. Енді мына шиықталған бөлігінің бізде шиықталған бөлігі бар ғой. Вот соның периметрін табу керек. Тең қабырғалы үшбұрыш болған екен, олардың қабырғалар адам болады. Енді оның қанша қабырғасы бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 қабырғасы бар. Демек бізде 6-ға көбейте салған бір қабырғасы бізге 3-ге тең. 6-ға 3 көбейтсем, демек 18 сантиметр екен. Шиықталған бөлігінің периметрі 18 сантиметр. Есеп түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Қарап. Осымен есебіміз аяқталды. Егер осы биыл емтиханға дайындалып жатқан оқушыларға есептен, тесттерден түсінбей жатқан сұрақтарыңыз бар болса, бағанағыдай астына қазір мен номер қалдырамын, соған жеке жазып сұрасаңыздар болады. Сонымен қатар, әсіресе биыл емтиханға дайындалып жатқан оқушылар именно осыған байланысты, осы тақырыптарға байланысты есептерді өте көп шығару керек. Сонымен қатар тесттермен көп жұмыс жасау керек. Сонда ғана сіздерге түсу мүмкіндігі жоғары болады. Барлықтарыңызға сәттілік, олай болса емтиханнан өтіп кетіңіздер. Келесі сабақтарда YouTube каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақтарға осыған байланысты биыл емтиханға келетін көптеген есептерді талдайтын боламыз.